орындалады. Олай болса, барлықтарымыз бірге тамашалап куә болайық. Сонымен қорқытатамыздың. Мына тереңнен толғап сыр тартқан қазақ халқының күй мұрасы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, ғасырлар керуенімен ұласып келеді. Мына 8-9 ғасырдан бастап күй атасы Қорқыттың қазір тек қана қазақ халқы емес, бүкіл түркі тілдес халық жаңағы мойындап отыр, анық. Яғни, сондықтан да сонау Қорқыт атадан келе жатқан мына күй мұрасы өмір, ғасырлар үнін, өмір тынысын баяндап, халықтың қайғысы мен қуанышын баяндап береді. Қазір сіздерге сол Қорқыттың ең соңғы күйлерінің бірі Қоңыр деген күйді орындап берейін. Бәрекелді. Бәрекелді. Өркені өсін ары